538-ші есеп Горнер схемасын қолданып төмендегі көп мүшелерді x плюс 1 екі мүшесіне бөлгендегі қалдықпен бөліндіні анықтаңдар. Мен берілгенін жазып алдым. Бұл жерде x плюс 1, яғни x-тің қандай мәнінде нөлге айналады. X-ке, яғни минус 1-ді беретін болсақ, минус 1 мен плюс 1 нөлді береді. Яғни с тең минус 1 деп аламыз. Одан кейін бізде А0 бас коэффициент А1, А2 және бос мүше ол нешеге тең екенін бірінші анықтап жазып аламыз. Мысалы, мына жерге А0 бас мүше деген ол бізде мынау 6-шы дәрежелі көп мүше. Яғни алдында бір бар деген сөз. Яғни ешқандай сан жоқ болса, бірге көбейтіліп тұр деген сөз. Яғни бас мүшесі бас коэффициенті бірге тең А1. Одан кейін бізде x-тің 5-ші дәрежесі көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде 5-ші дәреже жоқ, сондықтан А1 нөлге тең. А2 ол 4-ші дәреже, 4-ші дәрежеде жоқ, сондықтан 0 деп аламыз. А3 3-ші дәрежесі бізде 9-ға тең. А4 x-тің квадраты жоқ, бұл жерден 0-ге тең болады. А5 x 32 және бізде бос мүшеміз А6-мыз. Астына жаза салайын. А6 тең 16-ға тең екен. Енді бізде сәйкесінше В0, В1, В2 табамыз. Ол үшін мен сіздерге мына формуланы жазып кеткім келіп тұр. ВК тең с көбейту ВК минус 1 қосу А1. Яғни, бұл сіздерге мына формула кішкене күрделі болып көрінуі мүмкін, немесе жаңа суларыңыз мүмкін, сондықтан түсінікті болу үшін мына жерге жазып кетейін. Ең бастысы В0 тең А0-ге. Яғни, А0 бас коэффициент нешеге тең болса, В0-дің де мәні соған тең. Енді В1. В1-ді қалай табам? В1 дегеніміз с көбейту К минус 1, яғни бірден бірді азайтатын болсақ 0 болады. В0 қосу А1. Мына жерде К деп жазуым керек еді. Яғни К, мына жақта К болып тұрады. Сонда, яғни В2-ні табу үшінші. В2-ні табатын болсақ, с көбейту, мынадан бірді азайтып тастаймыз. В1 қосу А2 тең. Қазір шығарамыз, е? В3 тең с көбейту 3-тен 1-ді алатын болсақ В2 қосу А3. Дәл осылай жалғастырып кете береміз. Мен сіздерге мына мысал түрінде бұлай қарастырғым келді, бірақтан кейбір одан да жақсы түсінікті болу үшін мына түрде жазып көрсеткенді жөн көрдім. Және ең соңында осы кестеге жазып көрсететін боламын. Так, енді бірден жазайықшы. Я с бізде минус 1-ге тең. Минус 1-ді көбейтемін В0-ге. Жақша, так. Бірінші тұрғандықтан жақшаға алудың қажет жоқ. В0 бізде А0-ге тең. Яғни А0 дегеніміз ол 1-ге тең. Көбейту 1 қосу А1. А1 менде 0-ге тең. 0. Тең. Минус 1 мен плюс 1 көбейткен кезде минус 1-ге тең болады. Енді с минус 1 көбейту В1-дің мәні менде минус 1. Жақша міндетті түрде жазылады. Қосу А2. А2-ның коэффициенті 0-ге тең менде. Тең минус 1 мен минус 1 1-ге тең болады. Енді В3-ті табам. С минус 1 көбейту В2-ның мәні менде кәдімгі 1 плюс А3. А3 менде 9-ға тең. Яғни минус 1 мен плюс 1-ді көбейтем минус 1 болады. Оған 9 қосатын болсам 8-ді береді мәні. Енді В4. С көбейту В-ның В3 қосу А4 деп жазсам болады. Енді ары қарай с минус 1-ге тең, көбейтемін В3 менде 8-ге тең, қосамын А4. А4 менде 0-ге тең. Тең минус 8 болады. В5. С көбейту В4, 5-тен 1-ді алдық 4 болды, плюс А5 тең. С менде минус 1-ге тең, В4 менде минус 8-ге тең, қосамын А5. А5 менде 32-ге тең. Тең, екеуін көбейтетін болсам 8, 32-ге 8-ді қосатын болсам, менде 40 болады. В6 тең с көбейту В5 қосу А6 тең. С минус 1-ге тең, көбейту В5
40-қа тең. Қосамын А6-ны. А6 бос мүшесі 16-ға тең. Тең. Минус 1 мен 40-ты көбейтетін болсақ, минус 40. Минус 40-тан 16-ны алатын болсақ, 24. Дұрыс па? Минусы болады алдында, яғни минус 40 минус 24-ке тең екен. Ал енді мен мына жерге А0-дің бірінші мына жерге кестесін сызып көрсетейін. Астына С тең минус 1 деп жазып қоя салайын мына жанына. Енді кесте сызам. Бірінші А0 мен В0-дің жазып қоям. Мына жерге А0, В0 деп жазып қойыншы. А0 менде неше болды? 1. 1-ге тең еді ғой коэффициент, пас коэффициентіміз 1. В0 де соған тең болады. Одан кейін менде А1. А1-дің мәні менде 0. В0-дің В1 жазуым керек. Мына жерге В1-дің мәні минус 1-ге тең. Яғни түсінікті болды деп ойлаймын. Бұлай жалғастырамыз. А1, А2 0-ге тең, А3 9-ға тең, А4 0-ге тең, А5 32-ге тең. А5 32-ге тең, А6 16-ға тең. Одан кейін В1 минус 1-ге тең, В2 1-ге тең, В3 8-ге тең, В4 минус 8-ге тең, В5 40-ға тең, және В6 минус 24-ге тең. В2, В3, В4, В5, В6 деп жазып алсақ болады. Енді бізде QX қалай жазылады? Мына жаққа жазайын. Бізде барлығын тауып алдық. Енді мына ереже бойынша QX, яғни бөліндіні жазамыз. В0. В0 бізде 1-ге тең. Яғни коэффициент 1 жазылмайды. X-тің n-1 дәрежесі. N деген ол бізде бастапқыдағы 6-шы дәрежелі. Яғни 6-тан 1-ді аламыз. 5 болады. Одан кейін V1-ді жазамыз. V1 дегеніміз бізде минус 1. Минус 1 жазылмайды. X-тің өзін жазамын. X n мен 2-ні аламыз. Сонда 4 болады. 6-тан 2-ні алсақ 4 болады. Одан кейін V2-ні жазамыз. V2 бізде 1-ге тең. 1 коэффициент жазылмайды. Сондықтан плюс X-тің 6-тан 3-ті алатын болсақ, 3-ші дәрежесі болады. Одан кейін V0, V1, V2, V3. V3 бізде 8. Плюс 8 X-тің квадраты. Қараңыз, 5, 4, 3, 2 кетіп бара жатыр. Одан кейін 8-ден кейінгі коэффициент минус 8. Яғни минус 8-дің X бірінші дәреже жазылмайды уже. 8-ден кейін бізде 40. Яғни бос мүшеміз бізде 40. Ал R тең болады минус 24-ге. Минус 24. Енді екінші есепті бұлай ашып жазбайық, бірден кестені сызып көрсетсек болады. Екінші есеп бізде көп мүшені стандарт түрде бірінші жазып аламыз. Яғни стандарт түрде дәрежесі ең үлкенін бірінші жазамыз. Минус 9x-тің 7-ші дәрежесі плюс 27x-тің 4-ші дәрежесі плюс 14x минус 4. Бізде с минус 1-ге тең. Енді мына жерге жазып қоямыз. С тең минус 1 деп. Одан кейін бізде жазамыз. А0-дің А1 бас коэффициенттен бастап бәрін жазып шығамыз. А0 бізде яғни бірінші минус 9-ға тең. 6-ші дәрежесі жоқ. 5-ші дәреже жоқ, 0-ге тең коэффициенттері. 4-ші дәреженікі 27. 3-ші дәреже жоқ. Коэффициент 0-ге тең, значит.
квадрат жоқ, бірінші дәрежесі 14-ке тең x-тің, және бізде бос мүше бар, 10 минус 4 деген. Енді әдеттегідей v0, v1 жазып кетеміз. v0-іміз a0-ге тең, минус 9-ға тең. Енді v1 дегеніміз минус 1-ге көбейтесің v0-ді. Және оған қосамыз a1-ді. Сонда, мына жерге біреуін жазып көрсетейін. v1 тең с көбейту v0 қосу a1. Енді v1 минус 1-ге көбейтемін минус 9-ды, плюс 9 болады, оған 0-ді қоссам 9 болады. Ары қарай v2-ні табу үшін минус 1-ге көбейтемін 9-ды, оған қосамын 0-ді, минус 9 болады. v3 минус 1-ге минус 9-ды көбейтемін 9 болады, 9-ға 27-ні қосамын 36 болады. Яғни минус пен минус плюс болады да, қосқан кезде 36 болады. v4 енді 36-ға минус 1-ді көбейтемін, минус 36 болады, минус 36-ға 0-ді қосатын болсам, минус 36-ның өзі шығады. v5 минус 36 мен минус 1-ді көбейтетін болсам 36, 36-ға 0-ді қосатын болсам 36. v6 минус 1-ге 36-ны көбейтемін, минус 36 болады, минус 36-ға 14 қосамын, яғни 36-тан 14 алатын болсам 22 қалады менде, минус болады, минус 22. Одан кейін минус 22-ге 1-ді көбейтемін, минус 1-ді, плюс 22 болады, 22-ден азайтамын 4-ті, 18 болады, 20, 22, жақсы, плюс 18 болады. Біз уже бәрін білеміз. Енді біз бөліндіні жазамыз. qx тең бірінші v0-дің мәні минус 9, x-тің бізде бастапқыда 7-ші дәрежелі еді, 7-тен 1-ді алатын болсақ 6 болады. Одан кейін қосу 9-ды жазамын, x-тің 5-ші дәрежесі, азайту 9, x-тің 4-ші дәрежесі. Одан кейін менде 36, x-тің 3-ші дәрежесі, одан кейін минус 36, x-тің квадраты, одан кейін плюс 36 x және бос мүше менде 22. R қалдық 18-ге тең. Үшінші есеп менде с тең минус 1. Минус 1-ді біз білеміз, бастапқыда бізде x плюс 1 еді. X-тің орнына минус 1-ді қойған кезде біздің сының мәні, яғни с тең минус 1. Біз енді с тең минус 1 деп жазып қойық. Тағы да кесте, корнер кестесін сызамыз. Бізде көпмүше 5-ші дәрежелі. Яғни a0 бірінші бас коэффициент 1-ге тең. a1, яғни 4-ші дәрежелі бізде жоқ, 3-ші дәрежелі жоқ, квадраты жоқ, 1-ші дәрежесі минус 7. Одан кейін бос мүше минус 6 бізде. v0 a0-ге тең, яғни 1 болады. Енді v1-ді табамыз. v1 дегеніміз ол қандай еді? v0 с көбейту v0 қосу a0. Енді v1 мен с-ны көбейтеміз. Минус 1, минус 1-ге 0-ді қоссақ, минус 1 болады. v2-ні табамыз. Минус 1 мен минус 1-ді көбейтсек, плюс 1 болады. 1-ге 0-ді қоссақ, 1 болады. v0, 1, 2, 3-ті табатын болсақ, 1-ге минус 1-ді көбейтсек, минус 1, минус 1-ге 0-ді қоссақ, минус 1 болады. Келесі, минус 1 мен минус 1-ді көбейтемін, 1 болады. 1-ге қосамын минус 7-ні, яғни минус 6 болады. Одан кейін минус 6 мен минус 1-ді көбейтемін, плюс 6 болады. 6-дан 6-ны азайтатын болсақ, бізде 0 болады. Яғни қалдық 0 деген сөз. Енді qx-ті мен осылай жазам. qx тең v0 бірінші коэффициент, бас коэффициенті 1,
1 болғаннан кейін жазбай қоямыз. X. Так, 5-ші дәрежелі 5-тен 1-ді алатын болсақ 4 минус X, минус 1 болғандықтан X 3-ші дәрежесі плюс 1 X-тің квадраты минус X бос мүше 6-ға тең. Ал қалдық бізде 0-ге тең. 4-ші есеп, 4-ші дәрежелі көп мүше. Бізде A0, яғни бас коэффициент 1-ге тең. Яғни V0-ді де сразу жазып кетсек болады 1-ге тең деп. 3-ші дәреже бізде жоқ. 0, коэффициент 0-ге тең деген сөз. Квадрат 19, X, яғни 1-ші дәрежелі жоқ. Бос мүше 30-ға тең. Енді V1-ді табу үшін мен минус 1-ге 1-ді көбейтем, және 0-ді қосам. Минус 1, 0-ді қоссам, минус 1 болады. Минус 1 мен минус 1-ді көбейтемін. 1 болады, оған 19 қоссам, 20 болады. Одан кейін 20-ға минус 1-ді көбейтем, минус 20, 20-ға 0-ді қосатын болсақ, минус 20. Минус 20 мен минус 1-ді көбейтсек, плюс 20 болады. 20-ға қосамыз минус 30-ды, яғни ол минус 10 болады екен. Так, бізде қалдық минус 10. Енді QX-ті мен мына жерге жазайын. QX бөлінді, Енді V0 1-ге тең. X-ің өзін жазамын. Коэффициент жазбай қойсақ болады 1-ге тең болған кезде. 4-ші дәрежелі 4-тен 1-ді алсам 3 минус X-тің квадраты плюс 20 X минус 20. Минус 20 бізде бос мүше. Ал қалды минус 10-ға тең.